Армысыздар, достар. Африка бұл жай ғана континент емес, бұл адамзат тарихының тірі энциклопедиясы. Бұл жерде өткен шақ пен осы шақ жай ғана көршілес емес, бір-бірімен тығыз астасып жатыр. Кейптаунның зәулім ғимараттары мен әлі күнге дейін көсемдер басқаратын ежелгі ауылдардың қатар тұрғанын елестетіп көріңізші. Технологиялар қарыштап дамып жатса да, дәстүрлер мызғымас күйінде қалуда. Осы дәстүрлердің ішінде неке түніне қатысты жоралғылар ерекше орын алады. Олар сізді таңғалдырып, тіпті есеңгіретіп жіберуі мүмкін. Алғашқы неке түнінде жас жұбайлардың қасына куәгерлердің кіріп келуі мүмкін екенін естіп пе едіңіз? Немесе күйеу жігіт отбасылық өмірге дайын екенін дәлелдеу үшін нағыз сынақтан өтуі тиіс екенінше. Ал қалыңдықты дайындаудың кейбір ритуалдарының осы күні сақталғанына сену қиын. Бүгін мен сіздерге алғашқы неке түніне байланысты ең таңғажайып африкалық дәстүрлер туралы айтып беремін. Маған сеніңіздер, олардың кейбіреуі сіздерді міндетті түрде таңғалдырады. Ыңғайланып отырыңыздар, біз бастаймыз. Және менің арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Бұл контенттің дамуына көмектеседі. Ал сіздер жаңа роликтерден хабардар боласыздар. Лайк басуды да ұмытпаңыздар. Бірінші дерек. Бақылаудағы түн. Бұл не үшін керек? Кейбір африкалық тайпаларда неке түні бұл тек жас жұбайлардың оңаша қалатын сәт емес. Сонымен қатар бөгде адамдар бақылай алатын маңызды қоғамдық ритуал. Мысалы, банкі халқында қалыңдықтың үлкен туыс әйелі барлығы дұрыс болуы үшін және қажет болған жағдайда кеңес беру үшін жақын маңда қалады. Бірақ бұл басқа тайпалардың әдет, ғұрыптарымен салыстырғанда түк емес. Батыс Африкадағы Лоба халқында алғашқы неке түнінде куәгерлердің болуы қалыпты жағдай. Ақсақалдар немесе отбасы мүшелері некенің шынымен қиылғанына көз жеткізу үшін жас жұбайлардың үйінде қалып, кейде тіпті ақыл кеңес айтады. Камеронның кейбір халықтарында бұрын қыздар бастама ритуалынан өтетін. Тайпаның басқа әйелдері оларды алғашқы түнде өзін қалай ұстау керектігіне үйрететін. Жеке өміріңіз бүкіл қауымның меншігіне айналса, қандай сезімде болар едіңіз? Біз үшін бұл оғаш көрінгенімен, дәстүрлі қоғамдарда мұндай жоралғылар одақтың заңдылығына кепіл болған. Екінші дерек. Әйеліңе лайықты бол. Күйеу жігітті тексеру. Зимбабве еліндегі Шона тайпасында күйеу жігітке жай ғана ұсыныс жасау жеткіліксіз. Ол күш, қуатын, ептілігі мен тапқырлығын сынау арқылы некеге лайықты екенін дәлелдеу керек. Осындай сынақтардың бірі қалыңдықтың туыстарымен жекке шығу. Бұл міндетті түрде жұдырықтасу емес. Кейде бұл аңшылық шеберлігін, реакция жылдамдығын немесе тіпті саудаласа білу қабілетін тексеру болуы мүмкін. Егер күйеу жігіт сынақтан өте алмаса, қалыңдықтың отбасы барлық келісімдерге қарамастан бас тарта алады. Зулу тайпасында, мысалы, болашақ күйеуі әйелін қорғай алатынын көрсетуі тиіс. Сондықтан ол таяқпен шайқасатын дәстүрлі жекпе-жекке қатысады. Ал Танзанияның кейбір аймақтарында күйеу жігітке күрделі жұмбақ шешу немесе аспаздық тапсырманы орындау жүктелуі мүмкін. Өйткені ер адам үйіне тек сөзбен емес, іспен қамқор бола білуі керек. Үшінші дерек. Судың орнына жоса оқыра. Қалыңдықты дайындау. Намибия тайпаларында қалыңдықты неке түніне дайындау үлкен жоралғы. Мысалы, Химба тайпасының қыздары сумен жуынбайды. Оның орнына терілерін жануарлар майымен ұнтақталған жоса қоспасымен жабады. Бұл оларды күннен қорғайды және теріге өзіндік қызғылт реңк береді. Бұл ритуал қыздың кемелденгенін білдіреді. Сонымен қатар, тұрмысқа шыққан әйелдер еру деп аталатын арнайы былғары бас киім киеді. Оны тіпті ұйықтағанда да шешпейді. Ол жаман рухтардан қорғайды деп саналады. Басқа тайпаларда әйелдер тіл көзден сақтану үшін шаш пен балшықтан нағыз тәждер өреді. Төртінші дерек. Неке түніндегі үлкендердің көмегі. Суафи және Банкале тайпаларында қалыңдық белгісіздікпен бетпе-бет жалғыз қалмайды. Суафилерде үйлену тойының алдында үлкен әйелдер қалыңдыққа отбасылық өмірдің барлық қыр-сырын түсіндіреді. Бұл қасиетті тәлімгерлік. Ал Угандадағы Банкале халқында қалыңдықтың туысы ол жаңа рөлге бейімделу үшін арнайы бағыштау ритуалын өткізеді. Бесінші дерек. Пәктік бәрін шешкенде. Замбиядағы Бемба халқында неке түнінен кейін күйеу жігіттің отбасы қалыңдықтың пәктігінің символдық дәлелін күтеді. Көбіне бұл қан ізі бар төсек жаймасын көрсету арқылы жүзеге асады.
Фөлбе тайпасында пәктіктің болмауы ауыр зардаптарға соқтыруы мүмкін. Қыздың отбасына айыппұл салудан бастап, некені толық бұзуға дейін барады. Қалаларда бұл дәстүрлер әлсірегенімен, ауылдық жерлерде отбасының абыройы бәрінен биік тұрады. 6-шы дерек. Ливиядағы шулы той. Ливияда неке түні бұл жай ғана оңашалану емес, бүкіл айналаға арналған нағыз қойылым. Үйлену шеруі ән мен биге толы үлкен мерекеге айналады. Қонақтар жас жұбайларды үйіне дейін шығарып салып, оларға қолдау көрсетеді. Бұл некені бүкіл руды біріктіретін қоғамдық оқиғаға айналдырудың жолы. 7-ші дерек. Шаш алу арқылы тазару. Батыс Африкадағы Фула халқында қызды той алдында тақырлап алып тастауы мүмкін. Бұл ересек өмірге өтудің нышаны, яғни ол өткен өмірін артқа тастап, жаңа мәртебеге ие болады. Адаби халқында қалыңдықтың терісі тегіс әрі хош иісті болуы үшін, оны бірнеше күн бойы өсімдік майларымен сылайды. 8-ші дерек. Егер қалыңдық таза болмаса, Эфиопия мен Руанданың консервативті қауымдастықтарында пәктігін сақтамаған қалыңдық үшін салдар өте ауыр болуы мүмкін. Қоғамдық айыптаудан бастап, қуып жіберуге дейін барады. Бұл бүкіл отбасы үшін үлкен масқара болып саналады. Дегенмен, қазіргі заманғы білім мен қала өмірі бұл догмаларды біртіндеп өзгертіп жатыр. Махаббатпен қосылу қалыпты жағдайға айналуда. Африкалық дәстүрлер бұл ежелгі ритуалдардың таңғажайып қоспасы. Бүгінгі жаһандану дәуірінде олар өз күшін жойып жатса да, олардың жаңғырығы әлі де естіледі. Ойланып көріңізші, мұндай ритуалдар заманауи мегаполистерде өмір сүре алар ма еді? Ойыңызды пікірге жазыңыз, арнаға жазылып, қоңыраушаны басыңыз. Уақытқа саяхаттың келесі бөлімінде кездескенше.